Саламатсыздар ма 6 сынып оқушылары? Бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ тапсырмасының 3-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар 1-ші тапсырмасында былай делінген: x тең -6 болса, x квадрат минус 6x қосылған 9 өрнегінің мәні толық квадрат болатынын көрсетіңіз. Оқушылар, мына өрнекті біз түрлендіріп алсақ болады. Яғни x квадрат минус 3x минус 3x деп алсақ болады. 6x'ті минус 3x минус 3x деп алсақ болады. Қосылған 9. Енді осыдан ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ болады. Мұнда x бар, мұнда да x бар. X'ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде x минус 3 қалады. Мұнда мінекей 3 бар, мұнда да 9 санның ішінде 3 бар. 3-ті шығарамыз, сонда 3. Жақшаның ішінде x минус 3 қалады. Қараймыз, 3-ті көбейтеміз, x-ке минус 3x болады. Минус 3 пен 3-ті көбейтетін болсақ, 9 болады. Енді жақшаның сыртындағыларды бір жақша аламыз, x минус 3 болады. Мына бірдей жақшаны бір жақша аламыз. Сонда x минус 3-тің квадраты болады. Не себептен? Өйткені x минус 3-тен 2. Енді x-ның орнына минус 6-ны қойып есептейміз. Таңбалар бірдей болғандықтан қосылады, квадраттаймыз, сонда 9-ның квадраты 81 болады. Мінекей жауабы 81 деп алсаңдар болады, немесе осылай қалдырсаңдар да болады. 2-ші тапсырмасында оқушылар өрнектерді ықшамдаңыз. Ең алдымен көбейтудің үлестірімді қасиетін пайдаланып жақшаларды ашамыз. Минус 6 плюс 15x минус 8x минус 32 минус 2x. X-терді жинақтаймыз. 15x минус 8x, таңбалар екі түрлі, 7x болады. Мұнда минус 2x, сонда 5x болады. Мұнда минус 6 минус 32, таңбалар бірде қосылады, сонда минус 38 болады. Келесі оқушылар 3-ші тапсырмада алгебралық өрнекпен берілген тепе теңдікті дәлелдеңіз. Яғни оқушылар теңдіктің сол жағындағы өрнектердің барлығын жақшаларды ашып ықшамдаған кезде нәтижесінде 35,8 шығатынын дәлелдеуіміз керек. Енді 1,2-ні көбейтеміз, 4x-ке 4,8x болады. 1,2-ні көбейтеміз 28-ге, сонда 33,6 болады. 1,3-ті көбейтеміз, x-ке 1,3x болады. 1,3 пен 3-ті көбейтсек 3,9 болады. Жақшаны ашамыз. Плюс таңбасы бар екен, жақшаның іші соге ашылады. Минус 1,7 минус 6,1x болады. Теңдеп аламызда 4,8x, 1,3x таңбалары бірде қосылады. 6,1x болады. Мұнда минус 6,1x әкелеміз. 33,6, мұнда 3,9, минус 1,7, 3,9 азайтамыз, 1,7-ні 2,2 болады. Сонда 33,6-ға қосамыз 2,2-ні. Таңбалар екі түрлі болғандықтан қысқарады. 33,6-ға қосамыз 2,2-ні, 35,8 болады. Сонда оқушылар теңдіктің сол жағы 35,8 болды. Нәтижесінде 35,8 шығу керек еді. Мінекей дәлелденді деп алсақ болады. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада моторлы қайық А және Б айлақтарының арасын өзенде ағыспен 6 сағат жүзсе, ағысқа қарсы 8 сағат жүзеді. Өзен ағысының жылдамдығы мінекей 3 км сағат, меншікті жылдамдығын x км сағат деп аламыз да, астында катердің ағыспен жүрген жолын табамыз. Жол табу үшін жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. Мұндағы жылдамдыққа меншікті жылдамдықпен
меншікті жылдамдық пен өзен ағысының жылдамдығын қосамыз, көбейтеміз уақытқа. Яғни ағыспен жүрген уақытқа көбейтеміз. Сонда бізде меншікті жылдамдық x-ке тең, өзен ағысының жылдамдығы 3-ке тең, ағыспен жүрген уақыт 6-ға тең деп аламыз да 6x қосылған 18 деп аламыз. Келесі Б тапсырмасында катердің ағысқа қарсы жүрген жолын табу керек. В көбейтілген Т x минус 3 болады. Яғни меншікті жылдамдықтан өзен ағысын азайтамыз да көбейтеміз 8-ге. Сонда 8x минус 24 болады екен. Енді С-да екі айлақтың ара қашықтығы неше километр дейді, ал Д-да моторлы қайықтың меншікті жылдамдығын табыңдар дейді. Оқушылар, ең алдымен біз меншікті жылдамдықты есептеп алғанымыз қолайлы болады. Екі айлақтың ара қашықтығын табу үшін біз мұнда мінекей меншікті жылдамдықты қойымыз керек. Оны біз ең алдымен есептеп алайық. 6x қосылған 18 тең 8x минус 24 деп алып, x-ті табамыз, яғни меншікті жылдамдықты табамыз. Сонда 6x минус 8x тең болады минус 24 минус 18-ге. Азайтылады минус 2x болады, тең болады минус 42-ге. 2 теріс санды бөлген кезде оң таңбалы сан шығады. Таңбаны жазбай қоямыз, сонда 42 бөлінген 2 деп аламыз да. X тең болады 21-ге. Сонда оқушылар, бізде катердің меншікті жылдамдығы 21 км сағат болады екен. Енді С тапсырмасын орындайық. Яғни екі айлақтың ара қашықтығын табамыз. Ол үшін оқушылар x-ті мінекей мұнда әкеп қойсақ болады, немесе мұндағы өрнекке әкеп қойсақ болады. 6-ға көбейтеміз 21-ді, қосамыз 18-ді, тең болады 126 қосылған 18 144-ге тең болады, 144 километр. Немесе мұнда әкеп тағы тексерсек болады. 8 көбейтілген 21 азайтылған 24 тең болады 168 азайтылған 24 тең болады 144 километрге. Сонда оқушылар, мінекей ағыспен осынша жол жүрді, ағысқа қарсы да осынша жол жүрді. Катердің меншікті жылдамдығы 21 км сағат, екі айлақтың ара қашықтығы 144 км екен. Түсінікті, оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса комментарийға жазып сұраңдар. Каналға жазылып, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.